Армысың алталашым, қасиет қазақ халқым, Асқар Арғын Баһадүр. Қараған шаһары. Бүгін 10 сәуір 2025 жыл. Мен оңтүстік шығыста орналасқан Магнум сауда желісіне қайттан келіп тұрмын. Бастықтарын өйткені ана жол жолыққан жоқпын, білесіздер, бастықтар талып қалды. Мен бүгінгі өзімнің эфирімді Ұлы Дағыстан ақыны Расул Ғамзатовтың сөзімен бастағым келіп тұр. Ол кісі айтып кеткен, егер менің тілім ертең өлетін болса, мен бүгін өлуге дайынмын деп. Сол сияқты мен де қайталап айтам, егер мен қазақ тілім ертең өлетін болса, мен бүгін өлуге дайын тұрмын. Егер елім, жерім, тілім, дінім өшетін болса, ертең күні мен бүгін сол үшін жанымды берем. Сондықтан да қайттан ішке кірейік, іште не болып жатыр, соны көрейік. Бастықтарына жолуға барлық шараны қолданайық. Кеттік. Қазақтар, алға. Қайтпас қайсар қазақтар, алға. Тек қана алға. Ешкімді де құттықпаймыз бұл жерде. Ал. Ашыл. Міне. Сол Магнум, сол. Міне. Қазақтарға өздеріңізге белгілі. Міне. Байкот жариялаған болатынбыз бұл Магнум желісіне. Бірақ арада қазақтар бар екен, міне. Тамақ алып жатқан. Қазір сұрап білетін боламыз. Неге алып жатыр? Сәлем. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қазақша білесіз ба? Жақсы. Неге видеоға түсірмесеңіз? Мен жұмысым ғой. Қазақ елі. Тыңдаңыз, сіздің Магнум желісінде Алматыда қазақтың жігітін қазақша сөйлеген үшін жұмыстан шығарып тастады. Біз сол үшін жүрміз. Айналайын, мен жанымды берем қазақтың тілі үшін. Ел үшін, жер үшін, түсіндің ба? Сондықтан да айналайын, сен мен жұмысыма бөгет жасамас. Мен сендердің болашақтарың үшін жүрмін. Видеоға түсірмесеңіз, сіз рұқсат сұрауға. Болашақ үшін жүрмін. Сен жұмыста тұрсың. Сен жұмысыңды қазақтар көреді. Бал қояды саған. Айналайын, мен ана Тоқаев пен Назарбаевтың өзін Ақордаға барып түсіріп жүрген адаммын. Мен сұрамаймын олардан. Өйткені олар заңсыз сайланып алды екеуі де. Жарай ма? Абылай лебізіңе рахмет әрине. Сәлемдесіп, қазақша сөйлеген. Рахмет. Мен әрбір қазақ жаңғызым деп жүрген, мен ұрысқым келмейді. Кеше ана алдың өне кеттім ана жерде. Бір келіншек орысша сөйлеп жатыр. Мен айтам, айналайын, сөйлемеші маған орысша. 7-ші бап бар ғой. Барлық Қазақстанның территориясында қазақша тіл қолданысқа ие деген. Міне, соны қолданайық, айналайын. Міне. Бұлай, көкірек ойы көз ашық екен бұл қарындастың. Ана жол тура осындай бағытпен жүріп кеткен. Қауіпсіздік қызметі, служба безопасности дейді. Міне, көрейік, кім бар екен. Міне, тағы да ешкім жоқ. Бөгден адамға кіруге болмайды дейді. Міне. Менің сүйікті сатып алушым деп жазып қойыпты орысша. Назар аударыңыз, бейне бақылау жүргізіледі дейді. Міне мынандай әжетханасы бар екен. Ана жол кірмегенбіз. Енді осы жолы мұқият зерттеп шығамыз бәрін.
кісі қарасы көп емес. Бірін саран қазақтар бар екен. Қазір сұрайтын боламыз. Жолшыбай жана сұрап кеткем. Жаңағы бойкотты естідіңіздер ма? Осындай қазақтың намысына тиетіндей осындай іс-шара барлық Қазақстанға жайылған туралы. Соны бір-екі адаммен сөйлесіп айтып кеткен болатынмын, Жолшыбай. Бірақ осыны айтады, көбінесе естідік дейді, бірақ амал жоқ, кішкене алдық дейді товар. Өйткені басқа жер жоқ дейді алатындай. Міне болып жатқан нәрсе. ішіне кіріп көрейік, не бар екен. Ішіне қызметкерлермен сөйлесем қазір.